бағдарламада біз қайтадан өздеріңізбен грамма гимер 13-ші бағдарлама біз қайтадан грамма гипер осы ғой программа түсірейін десең бар ғой осы выходта жаза алмайсың адамдар. Бастаймыз ба? 13-ші бағдарлама базарлайық біз қайтадан Громад гипермаркетіне келдік. Біз бүгін осы Громад гипермаркетіндегі ең ірі өздерінен шығатын нан өнімдер, яғни наубайхананың өнімдері жайлы айтатын боламыз. Достар, сіздермен бірге мен Әлімхан Байсалов, камера арт жағында Шыңғыс фамилиясын әлі күнге дейін білмейді екенмін. 13-ші бағдарлама базарлайық біз бастаймыз. Кеттік. Нанның өнімдерінің барлығы Громадтың өз наубайханасынан шыққан. Қара нан десеңіз, кесілген түрлері бар. Міне, кесіп қиналып жүрмейсіздер. Осысы бар. Апаның наны дейді, бабушкин хлеб. Кесілмегені де бар. Кішкентай түрлері де бар. Мынандай түрлері де бар. Онымен қоссаңыз, егер тәттілерді жақсы көрсеңіздер, печеньелері де бар. Бағасы мұны Громад Food өздерінің дайындалған нелері. Бағасы 520 теңге. 520 теңге. Бағасы өте қонымды. Мынаның барлығы, мына зефиркаларды қараңыздар. Менің балаларым өте қатты жақсы көреді. Зефир тәтті шайға өте керемет. Міне мынаның барлығы, тәттілердің барлығы мынаның наубайханадан осы өздерінің наубайханасынан шыққан. Тіпті еуропалық тәсілдермен жасалған сэндвич жасауға да мынандай бөлшектер жасалынған. Өте керемет. Бағаларын айтатын болсақ, бағалары мысалға хот-дог жасайым десеңіздер, мыналардың бағасы 330 теңге. Здравствуйте, можно спросить, а вы часто берете вообще? Да. Что вам особенно нравится? Цена, качество, вкус, цвет? Честно сказать, и качество лепешек и хлеба выдерживает 3-4 дня. Я могу взять хлеб, буханку, оно мне неделю будет лежать, не портится. И качественное, да, все? Да. Вы часто приходите? Да. В неделю, там, 2? Неделю, бывает 3 раза в неделю прихожу, 4 раза в неделю. И покупаете только здесь? Да. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Мынау сіздердің өнімдеріңіз. Неше түрі бар қарап тұрсам? 1, 2, 3, 4, 15 түрі. 15 түрі. Нанның 15 түрі. Онымен қатар тәттілер де жасайсыздар. Өзімізден шығады барлығы. Наубайхана неше жыл болды жасап жатқанына жалпы? 6 жыл көлемінде жұмыс жасап. 6 жыл көлемінде. Технологиясы қалай? Неге бірінші көңіл бөлесіздер? Қалай басталады осы наубайхананың жұмысы? Неден басталады? Қалай жұмыс жасайсыздар? Біз оның ең бірінші качествосына қараймыз. Сапасына қараймыз. Өзімізден шығады. Оның бәрі қосатын құрамына қосатын қоспалардың бәрі өзімізден шығады. Жергілікті ол қазақстандық өнім. Иә, өзіміздің. Онда Өзбекстан, Қырғызстан, бәрі өзімізден шығады. Өзіміз өндірістің бәрі өзімізден шығады. Қоспасына дейін. Қара нанға қосылатын қоспаларды бәрі өзімізден шығады. Қанша уақыт кетеді мысалы? Қанша 1000-100 дана нан өнімі шығады мысалы? Нан өнімін айтатын болсақ, бір күнде 2000-3000-ға дейін шығарылады. 2000-3000-ға дейін. Сіздің қол астыңызда қанша наубайханада қанша жұмысшы адам жасайды? 15-20 адам. 15-20 адам. Әрқайсысы өз поэтапный жұмысын біледі. Өзінің жұмысын біледі барлығы. Тәттілер мен нанның цехтары бөлек пе әлде бірге ме? Нан бөлек істелінеді, тәттілер бөлек істелінеді. Енді әрқайсының нанның неше түрлерін көріп тұрмыз ғой? Қара нан, булка бар, кесілгені бар, лепешкалары бар десе де болады. Енді бұлардың барлығынан кім шешеді енді? Қалай? Булканы бірінші пісіреміз, лепешканы пісіреміз деген түрлерімен. Әрқайсының өзінің уақыты бар. Сол пешкаға қараймыз, адамдардың санына қараймыз, соған қарай шығарылады. Одан кейін бізге түскен не дейді? Заявка дейміз ғой, соған қарай жұмыс жасалынады. Күнделікті бізге количество дейді. Соны береді, соған қарай жұмыс жасаймыз. Түсінікті. Сонымен достар, біз қазір тек қана наубайхананың нандарын ғана айтып өтеміз, тәттілеріне де бір ерекше тоқталып өтеміз. Ішінде кондитерлік өнімдер, тәтті торттар, туған күнге деген сияқты. Оның көлемі қандай, бағалары қандай, қаншалықты сұранысқа ие, осы дәл қазір біз бірге білетін боламыз.
жиі келіп тұрасыз ба? Иә. Бағалары, сапасы қандай сізге? Ұнайды ма, ұнамайды ма? Ұнайды бағалары. Әр кезде акция болып тұрады бұл жерде. Жақсы, нормально. Өздерінен де нан өнімдері шығады дейді, наубайханалары бар. Нан өнімдеріне қалай қарайсыз, тәттілерге? Жақсы, тәтті. Нанын жақсы. Андай социальный нан дегендері бар, оны әдемі жақсы. Качествосы нормальный. Бағасы ше, бағасы қымбат? Бағасы жоқ, бағасы нормальный. Рахмет сізге. Ассалаумағалейкум. Тәттіден алам дейсіз, екеуін алып жатыр. Ұнайды ма? Бағасы қандай, дәмі қандай? Бағасы да жақсы, тойымда. Үнем алып тұрасыз ба? Иә, негізі көп аламыз. Өзіңізге ма, бала шағаңызға қазір? Түскі ас па? Жұмыс орнына, 2 балаға. Дәмді ас болсын сізге. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Самат мырза. Самат мырзамен қайттан көрістік. Біз Грамотқа қайта келдік. Енді наубайхана туралы айтатын болсақ, қазір бағана технологпен сөйлестік біз. Ол наубайхананың жұмысы қалай жүргізіледі негізінен? Объемы қанша, оның күнделікті қаншадан шығарылады? Бізде күнделікті... Айтпақшы, мен сұрайын дегенім, кешірім өтінемін. Мыналар бәріштердің сосиска в тесте дейді. Өте мыналардың барлығы сіздерде шыға ма? Иә, бұның барлығы өзімізден шығады. Салат өнімдері, дайын тамақтар, ассортименті бар. Оған қазір тоқтаймыз. Мынаған қараса, бергесі. Мынаған қара. Бәліштердің барлығы өте тәтті, осылардың барлығы өздеріне шығады екен. Түрлерінің кәдімгі көрініп тұр. Балғын, таза, біреудің үйден жасалынған дүниесі емес, осында пісірілген дүние екені көріліп тұр. Сонымен қатар, егер түскі асқа келем десеңіздер, салаттарында неше түрлері де бар екен. Қолыңыз сол, міне соғыс болды, тап-таза екен. Көрдіңіздер ме, қанша түрлері бар? 1, 2, 3, 4, 5, бір 10 шақты түрі бар сияқты салаттардың. Тәттілердің де оған қазір біз өтетін боламыз бірге. 25-тен астам жоғары түрлері бар екен. Самат мырза, бағана кешірім өтінем сөзіңізді бөлгеніңіз үшін, ары қарай жалғастырсақ. Көлемдер туралы айтсаңыз, наубайхана. Көлемдер бойынша бізде әлеуметтік вулкан наны бар. Күніне 1,5 мыңнан жоғары мөлшерде сатамыз тұтынушыларға. Одан бөлек біздің 15 түрлі нанымыз бар. Олардың әрқайсысы күнделікті 103-тен жоғары, яғни қара нанымыз бірінші сорттан істеген, олар 103-тен жоғары сатылады. Одан бөлек батондар, әртүрлі форматта лепешкамыз бар, свежий, әр 1 сағат сайын ыстық күйінде шығады. Олардың барлығы әрқайсысы кем дегенде 103-тен жоғары объем сатылады. Әлеуметтік наннан бөлек, біздің өзімізде өтетін лепешка наны ыстықтай сатылады. Ол күніне 400-300 нан сатылады. Осы есептеген кезде. Қалған нандар, мысалға қалып кететіндер, олар қанша күн ұсталынады, кейін қанша қайда жіберіледі? Олардың барлығын біз температура бойынша, одан кейін срок көрініс дейді ғой, сақтау мерзімі бойынша сақтаймыз. Шыққаннан кейін нанды списать етіп, арнайы нелерге жібереміз, фирмаларға, өз компанияларға бізбен договорда тұрған, что нанның сроғы біткен кезде біз компанияларға жібереміз. Енді мен жерден көріп қалдым, мына жерде де басқаларды, самсаның да неше түрлі бар, пицца, бұлар да сіздердің өнімдеріңіз ба? Бұлар да біздің өзімізде өнімінде өндіріледі. Барлығы цехтың ішінде хот-дог, гамбургер. Мына қараңыздар достар, мына жерде қарапайым, мен ең учпучмакты жақсы көремін да. Учпучмактың бағасы небәрі 185 теңге екен, 185 теңге. Біздің үй жақтағы дүкенде учпучмактар 260 теңге ме сондай. Бағасы өте жақсы екен негізінен қарап тұрсаңыздар. 8 теңге бізде және қосымша скидкалар бар. Осы тағамдардың бәріне 20% скидка бар. 8 теңге, 25% скидка. Иә, осы жерден шығатын тағамдардың бәріне скидка бар. Халыққа өте жеңіл. Көрдіңіздер ма достар, 25% кешкі сағат 8-ден кейін. Студенттер, егер де дәмді, балғын, тойымды жеймін десеңіздер, сағат 8-ден кейін келіңіздер, 25% скидкамен алатын боласыздар. Сонымен, Самат мырза, бұл жерде сіздер тек қана наубайхана, самса, сосиска, пицца ғана емес, тәттілерге де жақсы көңіл бөлінеді екен бұл жерде. Кондитерлік өнімдер де бар екен, соларға өтсек. Енді бұл жерде жалпы Грамоттың жұмысын айтсақ, күніне қаншадан келіп кетеді Грамотқа? Күніне 3,5 мың адамнан жоғары келіп кетеді. Яғни 4 мыңға 3,5 мың аралығында, кейде мейрам күндерде, кейде демалыс күндерде одан да көп адамдар келеді. Тұтынушылар
кезде нанның объемы өсе бастайды бізде. Яғни мейрам күндерінде, демалыс күндерінде біз көбірек объем шығарамыз, көбірек количество шығарамыз цехтан. Оған дайынсыздар ба? Оған дайынбыз, командамыз да дайын, цехымыз да дайын, жұмысшыларымыз да ол кезде тағы дополнительный жұмысшылар қосамыз командаға. Тәттілер мұнда болып тұр ғой. Тәттілер мына жақта. Енді тәттілерге өтпес бұрын бірінші кезекте енді бұл сіздер тамақпен жұмыс жасайсыздар ғой. Адамдар қолмен ұстайды дегені бар, оның балғындығы бар, оның сақталу мерзімі бар дегеннен. Тағамдардың санэпидемстанциялық қандай да бір тексерістерден нелерден өтеді ме? Ол бізде ол қатаң түрде өткізіліп тұрады. СЕС мамандары дейді ғой. Олар келіп, полностью бізді тексеріп, лабораториялармен келіп, көріп, полностью санитарный нормаға сай жұмыс жасаймыз. Әр 3 ай, 6 ай сайын келіп тексерулер өтіп, жылына 1 рет біз полностью тексеру жүргіземіз. Одан да бөлек санитарный нормаға байланысты. Но біздің өзімізден шығарылатын тәттілер өнімдері, торт өнімдері. Бұл жерде одан басқа нелер, эклер бар, пирожниктер бар. Әртүрлі. Мынаны қарасай, біреулер енді тәттіні жақсы көреді ғой. Қызыл барқыт деген мен өте қатты жақсы көремін бар ғой. Bir торт алуға кейбір кезде ақшаңда жетпей қалады, бір тортты қалай жейсің деп ойлайсың ғой, бірақ түскі аста небәрі 615 теңгеге мына кішкентай бөлікшені алып, қолында бір қасығың болса ашып, түскі аста жеп алсаң болады. Барлығы бар. Жеңілдетілген бағаларда мынаның өзіне Трайфл мейрам клубничный 940 теңге құлпынаймен жасалған мынау ыдысы да. Қораптарда мына ыдыстарды өздеріңізде шыға ма? Жоқ, бұл біз фирмалар бар, арнайы фирмалар жеткізіп береді бізге. Партнерларымыздар солар әкеліп береді барлығын. Бұларға да мысалға 25% скидка бар ма, 8-ден кейін жоқ па? Бұлардың барлығына бар. Барлығына 25% скидка бар. Кешкі сағат 8-ден. Бізде мына жерде сатып алушы. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Кешіресіз, торт қарап тұр екенсіз. Неге таңдап жатсыз? Қандай торт көріп жатсыз? Мен молочный девочка таңдап тұрмын. Бұл неге? Туған күн, бүгін қызым туған күніне алайын деген ғой. Охо, құтты болсын. Қаншаға толып жатыр? 5 жасқа толып жатыр ғой. Постоянно үнемі осы жерден торт аламыз. Өте дәмді, керемет, қатты ұнайды. Качествосы супер. Бағалар ше, мысалға мынаның қазір алғаныңыз 4550. 4550-ге болады ма? Иә, қолжетімді ақша жоқ, қымбат емес, өте керемет. Үнемі осы жерде біздің достарымыз, туыстарымыз осы жерден алады. Мен де постоянно айтамын, осы жерде күшті, керемет, дәмді, сапасы да әдемі. Рахмет сізге. Шынымен де көріп тұрсыздар, сатып алушылардың өздері қандай кең талғамдағы торттарды бағасы да 4550. Акацияға барыңдаршы, осындай торттың өзін кемінде 8000 теңгеге аласың, Иә, қазір тойлаймыз, әдемілеп отырып, бәріміз балашаға жиналып, әдемілеп тойлаймыз. Рахмет сізге, құтты болсын ана туған күн. Рахмет, сіздер де келіңіздер. Келеміз бізде алайықшы қазір, екеуін кеттік. Өшірғаннан екеуін алайық кеттік. Сонымен Самат мырза, сізге үлкен рахмет. Сұхбатыңызға егер де қандай да бір үндеуіңіз болса көрермендерге, грамотқа шақыру, жеңілдіктеріңіз болып жатса айтуға мархабат. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, сіздерді шын көңілден грамат желісіне келіп сауда істеуге шақырамыз. Бізде өте тиімді акциялар, төмен бағалар, үлкен ассортименттер бар. Сол себептен біз сіздерді шын жүректен күтеміз. Грамотта келіп сауда істеңіздер. Рахмет сізге үлкен. Сау болыңыз. Жақсы күндерде жолыққанша. Құда қаласа, жақсы күндерде жолыққанша. Сонымен достар, грамотта болған бүгінгі наубайхана нан өнімдер жайлы бағдарламамыз осындай болды. Сіздерден сұранарымыз, егер де сіздерді қандай да бір сауда орталығы мазаласа, қандай да бір тақырып мазаласа, бізге міндетті түрде YouTube арнасына шыққан пікірлерге жазып кетіңіздер. Не туралы айтайық, не туралы түсірейік, осы туралы сіздер міндетті түрде жазыңыздар, лайк басыңыздар. Біз сол туралы бағдарлама түсіруге тырысамыз. Жалпы, сіздермен бірге болған Әлімхан Байсалов, жақсы жерлерден, сапалы жерлерден, сценарийсіз сіздерге бағдарламаны дайындадық. Мен және де камера арқасындағы біздің режиссеріміз және камерамен Шыңғыс мырза. Жақсы күндерде жолыққанша, аман сау болыңыздар.